Ассалаумағалейкум, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін жемістерді осылай бүтіндей етіп қалай жабамыз, соны түгел түсіндіріп көрсететін болам. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Жемістерден осы қара өрік, кейбір жерлерде жаңағыдай қаралы деп атайды. Орысшасы слива, кәдімгі қаттылау түрін алу керек. Менікі мынау қатты пісіп кеткен, осыны кішкене жұмсақтау сырты, бірақ бұдан қатты болса тіпті жақсы. Бірақ көбіне қатты сливаларда кішкене қышқыл болып келеді. Сондықтан несі жоқ, разницасы жоқ. Ал сосын мынау алманың осындай қызыл жерлері бар ғой, осындай түрлері өте дәмді болады. Майда алма алған дұрыс. Майда алмалар өте тәтті келеді. Мынау банканың аузына салатын кезде де өте ыңғайлы. Сосын бұларды жақсылап жуып тазалап аламыз. Мына алманың түбіндегі қабықтарынан барлығынан бүйтіп жақсылап тазалап жуып алдық. Сосын мына жерде банканың бәрін стерильдеп алдық. Мына жерде менде қақпағы бар. Қақпағын да осылай жеке ыдысқа салып, ішіне суды құйып, қайнатып жақсылап стерильдеп аламыз. Енді кезекте банкалардың барлығына үлестіріп салып алу қажет. Бисмилля. Шиемен жасай бересіздер, өртпен жасай бересіздер, айырмашылығы жоқ. Кез келген жеміспен жасай бересіздер. Тіпті жүзімнің сезоны басталған кезде жүзіммен де осылай компот етіп жауып тастасаңыздар болады. Міне, шамамен осындай. Шамамен банканың 1/3 бөлігінде жататыны жеміс деген. Осындай ештеңкесін бөлмейміз, жармаймыз, дәнін алмаймыз. Тек осылай бүтін күйінде қоямыз. Сосын айтпақшыдай, банкіге уже сіздер жемістерді салып жатқан кезде, мына жақта қазаныңызда суыңыз тарсылдап қайнап тұрсын. Дайын күйінде су қайнап тұру қажет. Оны салып алып, тағы да судың қайнағанын жарты сағат күтіп отырмаңыздар. Барлық банкілерге үлестіріп салып алдық. Енді үстіне тарсылдап қайнап тұрған су құямыз. Су құйып жатқан кезде қауіпсіздік шараларын ұмытпаңыздар. Сосын банкінің толтырып құюдың қажет жоқ. Бірінші кезекте жарты белінеден құйсаңыздар жетеді. Мынау ішіндегі алма кейде қышқыл болуы мүмкін, шие, қаралы қышқыл болуы мүмкін. Сол қышқылдың барлығы бірінші кезекте жаңағыдай ыстық суға шығып алу керек. Әйтпесе банканы бірденен құйып жабатын болса, жарылып кетуі мүмкін. Атылып кетуі мүмкін. Кейбір уже опытный болып қалған үйбикелері бар. Олар жаңағыдай 2-3 қайтара құйып жатпайды. Әбден сырын біліп алғандар. Ол бір құяды да қақпағын жауып, сол күйінде жаңағыдай банканы жаба салады. Ол енді жеміске де байланысты негізінде. Егер жемісіңіз қышқыл болмаса, мысалға кейбір шиелер, қаралылар қышқыл болады. Қатты қышқыл болмаса, тәтті пісіп тұрған жемістер болса, осы үстіне бірден толтырып құйып, шекерін салып, құйып тастай беруге де болады. Бірақ ол кезде атылып кете ма дегенде ой келеді. Сондықтан осылай бір-екі қайтара суды құйып, қайтадан төгіп істеп алған дұрыс. Құйып болдық. Ендігі кезекте 20 минутқа қалдырамыз. Міндетті түрде үстіне осындай қалың матадан немесе одеяло, сондай қалың көрпе жауып қойыңыздар. 20 минутқа. Суып қалмау керек, банкада суып қалмау керек. Жаңағыдай ішіндегі жемістер сол ыстық қайнап тұрған судың өзінде осылай пісу керек, былайша айтқан кезде. Мен осылай мата ораймын. Сосын үстіне тағы бір осындай одеяло қалыңды орап қоямыз. 20 минутқа қалдырамыз, қыздар. Менде 20 минут тұрды. Енді аламыз. Мыналар әлі ыстық болып тұр. Қараңыздар, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Біз барлығына осылай жарты етіп күйіп шыққанбыз. Түстері уже шығып қалған. Осылай толтырып құйсаңыздар да болады, ол өз еркілеріңіз. Мынау жарты құйсаңыздар да жетеді негізінде. Толтырып аса қатты оған кеңес бермеймін. Ыдысымыздың өзін алып алайық.
осы ішіндегі шырынын, уже шырын болып қалды ғой, мынау ішіндегі суды обратно өзінің ыдысына құямыз да, екінші қайтара қайнатамыз. Осындай не бар, тесік қақпақты дайындап алғанмын өзім. Үстемізді барлығын құйып шығамыз. Мына өзінің суын өзіне қайтадан құйып қайнатып аламыз, өзінің шырынын. Кішкене осылай көп уақытта алуы мүмкін, бірақ осылай істесеңіздер, екі қайтара, кейбір кісілер үш қайтара құйып жатады. Банкіңіз атылмайды біріншіден, екіншіден ішіндегі жемістердің барлығы толықтай пісіп, дәмдірек болып шығады. Өздеріңізде көздеріңіз жақсы жететін болады, мысалға атылмайтынына. Менде үйім ішінде, мысалға, біз өзіміз жас отбасымыз, бірақ бізде компотты өте жақсы ішеді. Қыстың күні бір банкіден, екі банкіден ашып тастай береміз. Сондықтан менде компоттың түрі бар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы каналдың ішінде арнайы осы қысқа дайындық деген папка бар, плейлисттің ішінде. Соның ішінен компоттың түрін табасыздар. Кейде қолым босамаса, жаңағыдай өте асығыс болсам, суды осылай үлкен кастрюльге қайнатып аламын да, ішіне жаңағы жемістердің барлығын салып, бір бұрқ етіп қайнатқызып алып, одан кейін жаңағыдай құйып жауып тастай берем. Ондай да әдіс болады, бірақ ол кезде ішіндегі жемістер кішкене езіледі. Қабығынан ажыратылып, сүйектері ажыратылып, езіліп жатады, бірақ ешқандай айырмашылығы жоқ. Одан қайта уақытты үнемдейсіздер. Ол түрі де бар менде. Ондай компот жабудың да түрі бар менде. Жаңағыдай өрікті компот дейсіз бе, тіпті мохитоны да қысқа жабуға болады. Қалай жабуды білгілеріңіз келсе, қызық болса, осы каналдың ішінен плейлисті бөлімінен тауып алыңыздар, немесе осы төменде, видеоның төменде тура сол плейлисттің сілтемесін қалдырып қойғанмын. Содан көріп кірсеңіздер де болады. Бұл жерде жумашы. Міне көрдіңіздер ма, өзінің шырынын өзіне құятын боламыз. Өткен қараңыздар, жаңағыдай қаралының түсі шыққан, оның үстіне осыны қайнатып, екінші мәрте құямыз. Мына жаққа тағы бір су дайындап қойдым, екеуін араластырып қоямыз, өйткені су жетпей қалуы мүмкін. Енді суымыз қайнап шыққанша құм шекерді сала берейік. Менде 2 литр банкіге 150 грамдай құм шекер саламын. Біреуге аз болуы мүмкін, біреуге көп болуы мүмкін, бірақ біз үшін бұл нормально. Кейбіреулер жаңа 200-250-ге дейін салады, енді тәттіні жақсы көруіне байланысты. Менде осы бір стакан, осындай стакан көбінде табылады деп, осындай бір бокалмен өлшеп саламын. Осының өзі 150-140 грамдай шығады. 100-ден асады. Кейбір кездерде тым тәтті қылады, жаңағыдай тәтті бола берсін, қыстың күні үстіне су құйып көбейтіп аламыз деп. Бірақ ол кезде компоттың мәні бұзылатын сияқты. Сондықтан да әр нәрсенің өзінің өлшемімен болғаны жақсы деп ойлаймын. Үстіне су құйғаннан кейін ол компоттың дәмі де бұзылып кететін шығар. Міне барлығын үлестіріп салып шықтық құм шекерлерін. Енді суымыз да қайнайын деп қалды. Алып құя береміз шетінен. Барлығын үлестіріп құйып алдық. Енді қақпағын жабамыз. Жақсылап бұрап. Кейін осылай аударып, банкіні жатқызамыз да, тексереміз. Жаңа су ағып атқан жоқ па? Екіншіден, ішіне құм шекер салдық қой, соны еріту мақсатында да 1-2 осылай айналдырып шығамыз. Сонда құм шекер ішінде тез жақсы ериді. Осылай банкілердің барлығын қақпағын жауып шығамыз. Міне осымен біттік. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.